ортасына өлшеп әкеп қояды. Тура ортасына. Міне 50. Енді соның ұштарын қоссам, біз призманың сол жақ, оң жақ ұштарын өсіп, қиып тастайды екенбіз. Қиып тастайды. Мынаны жешке қойды. Өстіп қиған кезде сол не пайда болады? Мынау призманың жазық төбесі бүтін қалған мына бұрышқа келді, ол не қылады? Ол сынады. Мынау призманың беті келді ма, сол жерден бүйтіп қиғаш бетке қарай мына сынды. Мына жерде қыр пайда болды. Қыр деген үстінен қарасақ ол сызық. Олай болса, қазір үстінен төмен қарай сызық тартсам, мына байланыс проекциялық байланыс былай тартсам, екі шетіндегі қыры осылай түседі екен. Мына біреу, екеу. Міне, мынау сыртқы призма бұрышын қиған кезде үстіне қараған көріс осылай түседі екен. Сонда біздің қиғаш бет, оның бір шеті, оң жақ шеті мына сызық, сол жақ шеті мына сызық, соны шектелген. Оның арасында ешқандай былай не жоқ. Тепшек, ешқандай контур сызық жоқ. Сондықтан оның проекциясы, мына қиғаш, екі қиғаш етін проекциясы, мынау 2, 4 бұрыш болды. Енді сол жағына қарайық. Сол жағына қарасақ, біз сол жағына қарасақ, мына шеттен қарасақ, онда біздің призманың мынау беті 8 мм тік шығып келеді екен де, сөйтіп сынады екен. Тік келді, сынды. Сынған жерінде тағы да қыр пайда болды. Сол қырын былай сол берсем, мына жерде 2 сызық былай пайда болды. Мына сызық ол қыр жаңағы бүйтіп келді, сынып кетті. Былай тік келді, былай сынды. Сол жері осылай болды. Бұны біз үлкен призманы кесіп болдық. Енді мына кіші призманы кесейік. Кіші призма қай жерден кесіп тұр? Ол кіші призма мына жерден кесіп тұр. Сонда мынау сызық ол кіші призманың төбесі. Тура жаңағы мынау үлкен призманың төбесі мынау еді, а енді кіші призманың төбесі мынау тұр. Оның шеті қайда? Шетіне жешке сызықпен. Сол жақ шеті мына жерден шығады екен. Ол кіші призма. Мынау оң жақ шеті, міне кіші призма. Сонда біз бізде беті былай қиғаш тұр ғой. Сол қиғашы былай ойып тұр мына. Ішінде туннель. Сонда бұл пойыз туннель кірген сияқты. Сонда үстінен қарағанда туннель мына кіреберіс ауыз бізге көрінеді ғой. Олай болса, мына сызықты біз қалыңдап үстінен сызып қойымыз керек. Мына жерден былай қалыңдап сызып, мынаны қалыңдап сызып, енді одан былай қарай қиғаш жаңағы тесіп шығады. Мына жерден былай туннель тесіп шығады. Олай болса, мына сызығында бізге көрінеді. Сондықтан онда үстіне қалың сызықпен былай сызып қояды. Мына жерде жаңағы туннель тесіп шыққан мына жерде табанда сызық жоқ. Оны да кесіп тастаймыз. Алып тастаймыз. Байланысты алып тастаймыз. Мына сызықтарды өшіріп тастаймыз. Біз призманы толық кесіп ойып болдық. Сендер ойламадыңдар, ой, мынау қырғын, кейін, мынау. Әшейін тура осылай жаңағы рейка сияқты тақтайды алып, соны жолын кесіп осылай шығарады екен. Қана, былай ойлау керек. Сендер енді архитектор, сәулетші боласыңдар, сендердің мынандай воображение дейді, өте күшті болу керек. Сөйтіп ойлау керек. Сұрақ бар ма? Онда тереңге шығып беріңдер, мен цилиндрді көрсетуім керек. Или көрсетейін, одан кейін шығасыңдар ма? Пунктир линия,